Ассалаумағалейкум достар, байланыста Муслим Муса 2023 жылы күніне таргеттен 50-ден аса заявка алып отыру үшін нақты не істеу қажет атты тегін мини курсыма қош келдіңіздер. Бұл тегін мини курс басқалардың 2 сағаттық, 3 сағаттық вебинар мастер-класстарынан 10 есе артық. Оған сіздің көзіңіз жететін болады. Сол себептен тегін мини курсты аяғына дейін көріңіз. Алдын ала айта кетейін, мен ешкімге ешқандай курс сатпаймын. Мен профессионал маркетолог, таргетологпын. Басқалардың бизнесін интернет арқылы дамытамын. Яғни сайттарын жасап берем, Инстаграмын дамытып беремін, Google жарнамасын жасаймын, таргет жарнамасын жасап отырамын. Былайша айтқанда, интернет маркетинг инструменттері арқылы клиент санын көбейтіп беремін. Достар, біздің мини курста қандай тақырыптар қозғалады? Біріншіден, таргетті қосудан бұрын міндетті түрде жасау керек 4 нәрсені айтамын. Екіншіден, іші өзгеріп кеткен жаңа Facebook Ads Manager'дегі 6 мақсатқа шолу жасайтын боламын. Үшіншіден, мақсатты аудитория және похожий аудитория, lookalike, сол туралы айтатын боламын. Төртіншіден, күніне 100-ден аса заявка әкеліп отырған таргетке разбор жасайтын боламын. Бұл менің өзімнің бизнесім болып табылады. 3-4 қаңтар таргет қостым. Рекламаға небәрі $13 кетті. Средний цена $0,6. Бұл просто рекорд. Маған 2 күннің ішінде таргеттен 218 адам жазды. Дәл осы таргет нәтижесін мен сіздерге разбор жасап беретін боламын. Достар, келісіп алайық. Дәл осы мини курстың соңында мен сіздерге 0-ден таргет қосып, 1 апта ішінде компанияңызды онлайнға шығаруға болатын, және де 0-ден бизнес ашып, немесе бар бизнесіңді Instagram арқылы дамытып, таргет қосып, айына 500-ден аса заявка алуға болатын, және де компанияңызға сайт ашып, SEO баптау жасап, Google-да жарнамалауға болатын Муслим Мусамен жұмыс жасау мүмкіндігін сіздерге ұсынамын. Яғни, менімен жұмыс жасасаңыздар болады. Яғни, сіз бизнесменсіз, Муслим Муса, менің бизнесімді интернет арқылы дамытшы дейсіз, мен сіздің бизнесіңізге таргет қосам, сайт жасайым, бүкіл маркетингалық жұмыстарды жасап, сізге интернет арқылы клиент тауып беріп отырамын. Достар, мен үлкен бизнесмендермен ақша төлей алатын платежеспособный адамдармен жұмыс жасаймын. Егер сіз бизнесіңіздің шебері болсаңыз, яғни сіз мебель бизнеспен айналысасыз, өз бизнесіңіздің шеберісіз, немесе сантехниксіз, өзіңіздің бизнесті жақсы білесіз, немесе сіз бір товарный бизнеспен айналысасыз, өзіңіздің саудаңыздың аржақ бер жағын барлығын жақсы білетін болсаңыз, мен сіздің жеке таргетологыңыз болуға дайынмын. Мен сіздің бизнесіңізді интернет арқылы дамытып, таргет қосып, сізге күнделікті клиент тауып беріп отыратын боламын. Достар, кімде-кім тегін мини курсты аяқтап шығады, мен соларға өзімнің 2 авторлық кітапшамды тегін беремін. Біріншісі, таргет қосудағы басқалар жасап жүрген 10 қателік, сен оны жасама деп аталады. Екіншісі, Инстаграмға арналған контент жоспар, лентаға, рилсқа арналған 30 идея, сторисқа арналған 15 идея деп аталады. Достар, өзім туралы айта кетейін, мен Муслим Муса. Бизнесті интернет арқылы дамытатын 7 жылдық тәжірибесі бар маманмын. 7 жыл ішінде 100-ден аса компанияның маркетингалық бөлімін жүргіздім. Қазіргі таңда бизнесмендердің және де 0-ден бизнес бастап келе жатқандардың клиенттерін интернет арқылы көбейтуге көмектесемін. Және де басқалардың бизнесіне сайт ашып беремін, контекстік жарнамасын жасаймын, Инстаграм дамытамын, таргет қосып, полный маркетинг бөлімін өзім контрольда ұстап отырамын. Мынау көріп отырсыздар менің YouTube каналым Муслим Муса деген, қазіргі таңда уже 16 000 тіркелуші болды. Мынау менің Инстаграм парақшам, қазіргі таңда 5 000 тіркелушіден астайыны, бұны білетін шығарсыздар, көріп шығып, танысып шықсаңыздар болады. Достар, бүгінгі тақырыпқа оралайық. Таргетті қосудан бұрын міндетті түрде жасау керек 4 нәрсе. Оның біріншісі дұрыс Инстаграм парақша жасау. Оны қалай түсінеміз? Дұрыс Инстаграм парақша дегеніміз, қашан клиент сіздің Инстаграм парақшаңызға кірген кезде, сізге деген сенімінің күшейтсе, ол сәйкесінше дұрыс Инстаграм парақша болады. Мысалы, менікі дұрыс Инстаграм парақша. Ол қалай? По факту қазір түсіндіріп беремін мен сіздерге. Мен Инстаграмда оформление актуальный бәрін жасап қойдым. Сосын адамдардың арасында көптеген проблемалар болады ғой. Сол проблемалардың
1% болсын, 2% болсын шешімдерін шығарып қойдым. Мысалы қараңыздар, таргеттен күніне 50 плюс клиент алу үшін не істеу қажет? Таргет қосып аптасында 500 клиент табу үшін не істеу қажет? Осындай посттар шығарып қойдым. И комментарийді қараңыз. 253, 170 комментарий болып кеткен. Бұл кәдімгідей уже сырттан бірінші рет менің Instagram парақшама біреу кіреді ғой, уже мынаны көрген кезде уже маған деген уже довериясы пайда болады. Көрдіңіздер ме? Дұрыс Instagram парақша жасайсыздар. Екіншіден, таргетті қосудан бұрын міндетті түрде жасау керек 4 нәрсенің екіншісі дұрыс Facebook аккаунт және страница ашу. Оны қалай түсінеміз? Естіп жатқан шығарсыздар, көбісінің Facebook'ы, страницасы блокқа кетіп қалады. Ол не үшін білесіздер ме? Олар дұрыс Facebook аккаунт ашпаған. Сол себептен дұрыс Facebook аккаунт ашыңыз. Яғни Facebook аккаунт ашқан кезде біріншіден өзіңіздің аты жөніңізді қатесіз жазыңыз. Екіншіден, туған күндеріңіздің барлығын дұрыс жазыңыз. Үшіншіден, двухфакторный аутентификацияны қосыңыз. Сол себептен дәл осылай егер жасасаңыз, барлығы нормально болады. Яғни келешекте егер сіздің Facebook парақшаңыз банға, яғни блокқа түсіп кетсе, өзіңіздің удостоверениені жіберіп, сөйтіп баннан шығарып алсаңыз болады. Таргетті қосудан бұрын міндетті түрде жасау керек 4 нәрсенің үшіншісі мақсатты аудитория және lookalike. Бұл туралы қазір кішкенеден кейін айтатын боламын. Таргет қосудан бұрын міндетті түрде жасау керек 4 нәрсенің, яғни төртіншісі мощный креатив, яғни рекламный баннер, фото немесе сізге видео жасау қажет. Яғни сіз таргетті қосайын деп жатырсыз, бір фотоны таргетке қосайын деп жатырсыз немесе видеоны, сіздің рекламный фото видеоңыз біріншіден түсінікті тілде болу қажет. Екіншіден қатты ұзақ болмау керек. Үшіншіден адамның қызығушылығын, адамның эмоциясын оята білу қажет. Төртіншіден рекламный фото видеоңыздың соңында әрекетке шақыру, призывка действия болу қажет. Достар, енді ары қарай жалғастырамыз. Қазір енді сіздерге іші өзгеріп кеткен жаңа Facebook Ads менеджердегі 6 мақсат түрі, сол туралы айтамын. Оларды қай кезде қолданамыз? Біріншісі узнаваемыз. Бұны қай кезде қолданамыз? Егер сіздің мақсатыңыз компанияңыздың брендін дамыту болса, немесе менің таргет рекламамды өте көп адам көрсе екен деген сияқты мақсатыңыз болса, осы узнаваемызды таңдайсыз. Трафик целін қай кезде таңдаймыз? Сіздің сайтыңыз бар. Сол сайтқа көп адам кіруін қаласаңыз, трафик целін таңдайсыз. Вовлеченность целін қай кезде таңдаймыз? Сіздің мақсатыңыз, яғни сізге күнделікті Инстаграмыңызға немесе WhatsAppыңызға өте көп адам жазу, егер де сізде осындай мақсат болса, онда вовлеченность целін таңдайсыз. Мысалы, мен өзім лично вовлеченностьпен таргет жіберемін. Одан кейін төртіншісі лиди целін қай кезде таңдаймыз? Егер сіздің мақсатыңыз бір адамның нақты бір нөмірін, почтасын, аты жөнін, адресін алу болса, лидиді таңдасаңыз болады. Продвижение, приложение целін қай кезде таңдаймыз? Сіздің App Store'да немесе Play Market'те приложениелеріңіз бар. Сол приложениені өте көп адам қолдануын қаласаңыз, телефондарына өздеріне установка жасауын қаласаңыз, осы цельді таңдайсыз. Продажа целін қай кезде таңдайсыз? Сіздің гигантский өте үлкен интернет магазиніңіз бар. Ол жерде 10 мың, 20 мың товар бар. Сол 20 мың товарды бірден таргетке қосқыңыз келсе, осы продажа целін таңдайсыз. Енді мақсатты аудитория мен lookalike туралы сөз қозғай кетейік. Мақсатты аудитория ол не нәрсе? Мысалы, сіз мебель бизнесімен айналысасыз. Сіздің мақсатты аудиторияңыз қандай адамдар? Біріншіден, жасы 25-тен асқан, уже 2-3 бала шағасы бар, семейный адамдар. Немесе жаңағыдай бір жаңа үй сатып алған, который үйінде мүлде мебель жоқ адамдар, немесе бір квартираға көшкен, который квартираның ішінде ешқандай мебель жоқ. Вот сондай адамдар. Бұл сіздің целевой аудиторияңыз, который мебельге мұқтаж адамдардың барлығы сіздің целевой аудиторияңыз болып табылады. Яғни жас аралығы 25 пен 40 арасы осындай домдарда тұрады, немесе шетелге арасында қыдырып қайтады деген сияқты. Осындай өзіңіздің сіздің бір клиентіңіздің портреті болады, соның барлығын енгізіп, соған сіз таргет жіберсеңіз болады. Ал lookalike, похожая аудитория дегеніміз не? Похожая аудитория дегеніміз мынау. Сіз мебель бизнеспен айналысасыз. Сіздің Instagram парақшаңыз бар. Примерно бір 2000 подписчик бар дейіне, барлығы мебельмен қызығатын адамдар. Вот. Сіздің 2000 подписчигіңіз бар. Яғни сізге күнделікті күн арада адамдар сообщение жазады, адамдар посттарыңызға комментарий жазады. Сіз Facebook'қа айтасыз, менің парақшаммен мінекей күнделікті адамдар байланысқа түсіп жатыр, менің подписчиктерім бар, стористарым адамдар көреді, осылардың барлығын бір жерге жинап берші деп, сөйтіп команда жасайсыз. Мінекей мен жасап қойған, менде 5000 жиналған. Вот сіздер жасайсыз, сізде может 2000, 3000 жиналар, Одан кейін сіз Facebook'қа айтасыз, вот міне Facebook мен жасап қойдым, менде 2000 адам дайын тұр, который мебельмен қызығатын, дәл осыларға ұқсайтын маған 100 000 адам тауып берші дейсіз. Мінекей мен жасағанмын, маған 103 000 адам тауып берген.
Вот сізде дәл солай жасасаңыз, сізге де Facebook 100.000 адам тауып береді, ол уже lookalike похожая аудитория болады. Яғни действительно мебельге қызығатын адамдар болады. Неге? Себебі сіздің асыл жаңағы 2000 адамға ұқсайтын адамдар ғой. Вот сол себептен. И сосын осы похожая аудиторияға таргет жіберсеңіз, в общем, мощный результат болады, иншалла. Сол жалпы айтатын достар, мен өзім лично дәл осындай похожий аудиторияға таргет жіберіп, күнделікті 50-ден аса, 60-тан аса заявка алып отырдым. Достар, ең маңызды сәт. Қазір мен сіздерге бір маңызды сұрақ қоямын. Осы сұрақ сіздің жалпы бизнесіңізде біршама өзгерістер енгізуі мүмкін. Сізге күніне Инстаграмыңызға немесе WhatsAppыңызға таргеттен 50-ден аса адам жазып отыруын қалайсыз ба? Әрине қалайсыз. Оны елдің барлығы қалайды. Мысалы, сіз услуга бизнеспен айналысасыз, немесе қандай да бір товар сатасыз, сізге күнделікті 50-ден аса адам жазып отырса, ол өте керемет емес пе? Әрқайсысына сіз өзіңіздің услугаңызды, товарыңызды уже қымбатқа сата бастайсыз. Көрдіңіз ба, Мен сізге келесі видео сабақта, осы тегін мини курстың 2-ші сабағында сізге мен нақты қадамдарды беретін боламын. Сіздің Инстаграмыңызға немесе WhatsAppыңызға таргеттен күнделікті 50-ден аса адам жазып отыру үшін сізге нақты не істеу қажет екенін қадам-қадаммен, шаг за шагым түсіндіріп айтып беретін болам. Яғни готовый план, готовый қадамдарды, готовый шагтарды сізге беретін боламын. Сол себептен дәл қазір 2-ші сабақты көру үшін менің Инстаграм парақшама 12 деген санды жазып жіберіңіз. Сіздермен бірге болған Муслим Муса. Күтем ал, маған Инстаграмға 12 деп жазып жіберіңіз. Ұмытып кетпеңіз.